Доктор тәлкегі бірінші бөлім. Жұмыстан шыққан Нұрбол күндегі әдеті бойынша қайтар жолда аялдамадан бір-екі адам алып кетпекші болды. Жолдың жиегімен жаймен жүріп келіп тоқтады. Көлігінде қасында 5 жасар қызы бар келіншек отырды. Енді тағы бір-екі адам алсам болды деген оймен келе жатқан Нұрбол айнасына қарады. Артта отырған келіншектің жүзі оған таныс сияқты болып көрінді. «Анашым, мынаны алайықшы» деп қызы телефоннан бірдеңені көрсетті. «Оны қайтесің? Пайдалы нәрсе алу керек. Мынауың босқа қалады» дейді. Келіншектің даусын естігенде қателеспегенін түсінді. Бұл жадыра еді. Түк өзгермеген, сол баяғы қалпы, шашының түсін өзгерткені болмаса. Бірден «Жадыра, қалайсың?» дегісі келіп тұрып тоқтап қалды. Жадыраның өзін көргенде қысылып қалатынын білді. Нұрболды ол әлі байқамады. Басына кепка, көзінде көзілдірік киіп алған Нұрболды әлі көрген жоқ. Тек түсетін кезде ғана «Осы жерге тоқтай салыңыз» деді. Тиынын есептеп қолын созғанда Нұрбол бұрылып артына қарады. Нұрболды бірден таныса керек. Тіл қатпастан дереу көліктен түсіп кетті. Бұл көршінің қызы Жадыра болатын. Бала күндерде ол ауылда тұрып бірге өскен, бір көшеде тұрған, қатарда тұрған екі үйдің балалары тату болды. Кім-кімнің қай үйдің балалары дегенді білінбей кететін. Аналары жақын құрбылар, үйге келген балаға кет әрі демейтін. Жадыра Нұрболдан 2 жас кіші. Бір нанды бөліп жеп, қыстың күні бірге қарға ойнап, жазда көлге түсіп, мектепке бірге барып, бірге күнді өткізген еді. Жадыра бастауыш сыныпта оқып жүрген кезде әкесі ойламаған жерден көлік апатына ұшырап қаза болады. Анасы Ұлпан 3 баламен жалғыз қалады. 3 баламен күн көру қиын болды ма, арасы 2-3 жылдың ішінде Ұлпан өзгеріп шыға келді. Үйіне сырттан бөтен бір еркекті кіргізіп алды. Міне содан бастап барлығы өзгерген еді. Ұлпанның кіргізген еркегі көршінің балаларын жақтырмайтын. Көзінің аласымен қарап, сүзеген бұқа ұқсап ақырып отыратын. Оған қарап жатқан балалар жоқ, үйреніп қалған. Кіріп шығып шулап жүре береді. Бір күні Нұртас ішіп алған екен, боқтап қолындағы күрегін сермеп, қуып шығады. Шошып қалған балалар содан кейін қайтып көршінің үйіне бармапты. Ұлпан да бұрынғыдай емес, құрбысын іздеп келмейтін болды. Үйдегі баланың үлкені Жадыра, одан кейінгі сіңлісі Кәмшат, інісі Жомарттың да аяқтары тап тиылды. Көршінің үйіне барма деп тыйым салса керек. «Апа, Жадыраға барайыншы» деген қызына Гүлмира. «Сендер енді ол үйге бармай-ақ қойыңдаршы, сағынсаңдар мектепте бірге көресіңдер бір-біріңді. Жақтырмаған жерге барма» деп тыйып тастады. Адам құрып қалғандай, Ұлпанда бір қайдағы біреуді тауып алыпты. Араласатын адам емес, деді әкесі. Содан бастап көршілер арасындағы байланыс үзіліп, әркім өз тіршілігімен кетеді. Бір қызығы Ұлпан күйеуіне бала туып бермейді. Жұмысын істеп, күйеуін балалармен қоса асырап жүре береді. Нұртастың жұмысын істегеннен үйде жатқаны көп, ащы суға әуес болып шықты. Оның кезінде отырып келгенін белгілі болды. Ауылдың адамдары біразға дейін сөз қылып жүрді. Жаздың шайма-жуақ күндердің бірінде есік алдында қақ қурап отырған Гүлмира өтіп бара жатқан Ұлпанды көріп: «Құрбым, асығып қайда барсасың? Кірсеңші, шай ішіп қояйын», деді. «Сағынды ма? Жарайды, сені көрмегелі көп болды ғой» деп ішке кірді. Сол кезде әңгіме арасында Нұртасты үйге кіргізгеніме өкінемін деп айтып қалады. «Неге? Ұнамаса неге қуып шықпайсың?» «Білмеймін, екі ойлы болып жүрмін. Байсызда қалсам кіргізбеуім керек еді», деп өкінішін білдірді. Бірақ сол күйеуі кеткен жоқ. Жылдар өтіп Жадыра 8-ші сыныпта оқып жүреді. Сабақ үстінде үнсіз терезеге қарап отырған қыздың ойын мұғалім бөліп жібереді. «Жадыра, уақыт өтіп жатыр. Үгілмей қаласың, тапсырманы аяқта» деді. Қоңырау соғылып, тапсырманы орындалмаған дәптерін өткізіп Жадыра сыныптан шығып кетеді. Оқушылардың жұмысын тексерген мұғалім әріптесіне: «Мына Жадыраның бұндай әдеті жоқ еді, оқуға түк зауқы жоқ. Бірдеңесін байқадыңыз ба?» дейді. «Иә, байқадым, мінезі тұйықталып қалған. Қасында құрбылары да жоқ сияқты, өзімен өзі жүреді». «Жоқ, сіз байқадыңыз ба?» деп әңгімесін келесі мұғалім араласты.
8-ші сыныпта оқушысына ұқсамайды, мінезі де ғана емес, денесі тұрқы өзгеріп бара жатқан сияқты, деп шошып кеткен мұғалім. Сонда қалай деді. Қасындағы қыздарға қарасаңшы, талшыбықтай бұралып тұр, жадыра болса домаланып барады. Бірдеңке толғаны шығар. Толғаны адамның беті аяқ-қолы бірге толмайды ма, деді. Сонымен мұғалімдердің естері шығып, сол күннен бастап жадыраны бақылауға алады. Айдың соңында бүткіл ауыл дүр сілкіндіріп жаңалық болады. Мектептің 8-ші сынып оқушысы жүкті болып қалыпты деген сөз тез тарайды. Ол кім екен дегенде жадыра болып шығады. Кімнен екен дегенде үйінде жүрген өгей әкесінен болып шығады. Ең сорақысы ұлпанның екінші қызы да өгей әкесінің қорлығын көріп келген болып шығады. Сонда ұлпан қайда жүріпті, білген бе, білмеген, мүмкін білген шығар. Нұртас із-түссі жоқ болып қашып кетеді. Кейіннен ұсталды деген хабар келеді. Көшеге шыға алмай қалған ұлпан бір түнде балаларын алып ауылдан кетіп қалады. Жадыраның одан кейінгі тағдыры елге құпия болып қала береді. Уақыт өте келе дененің түршіктірер бұл оқиға ұмытылады. Содан кейін қаншама жылдар өтіп, Нұрболдың жадыраны көрген отырғаны осы еді. Ұмытылды ма деген оқиға жоқ, ұмытылмапты. Нұрбол бірден таныса тұрса да жадыра деп бала кезінде бірге өскен көршісіне сәлем бере алмады. Нұрболды бірден таныған жадыра тіл қатпастан көліктен түсіп қалды. Ескі жараның бетін тырнақсы келмегендей, жүректі қасіретті оятқысы келмегендей жадыра сол түні мен ұйықтамады. Таңға жуық сәл көзі ілінгендей болмаса, басы ауырып тұрды. Көздерінің асты ісіп, қызарып тұрған жадыра айнаға қарап, түрінен шошып кетті. Телефонын алып, бүгін ауырып тұрмын, менің орныма тұрып берші, рахмет біреуге, деп хабарласты. Қызын да балалар бағықшасында апармайтын болып шешті. Ұйықтап жатқан қызына бір қарады да өз төсегіне қайтадан жата қалды. Көздерін жұмғаннан қайтып ұйықтай алмады. Терең ойдың түбіне түсіп кетті. Ол кезде жадыра 7-ші сыныпта оқитын. Анасы Ұлпан үнемі жұмыста болғандықтан үйдің бар тіршілігін өзінің мойнында. 2 мезгіл тамақ істеп, үйін жинап, сіңлісі мен інісіне қарайтын. Мектепке барып сабағын орындап үлгеретін, бірақ көңілінен шықпайтын бір нәрсе бар. Ол өгей әкесі. Жалғасы бар. Әңгіме ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Рахмет.